Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін дәмі өте керемет жұмсақ бәліш дайындаймыз. Құрамына жұмыртқа, қант, тұз, сүт, дрожжы, сұйық май, ұн қажет болады. Жұмыртқамызға қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Сүтімізді қоса отырып, сұйық майымызды құямыз. Ашытқы мен тұзымызды салып, араластырып аламыз. Ұнымызды салып илейміз. Дайын болған нанымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы борап 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген нанымызды бөлшекке бөліп аламыз. Нанымызды қолмен жаймалаймыз. Жаймалаған екі нанымызды бір-біріне біріктіре отырып, орап бәлішімізді дайындаймыз. Дайын болған бәлішімізді 10-15 минутқа қойып, біраз көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер де болады. Духовкада 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай көресіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.